Хейо, бәріңе сәлем достар, сендермен Асқат. Бүгін Асқат ең бірінші өзінің видеоларыма реакция түсірейін деп жатырмын достар. Я баяғыда мен өте қызықты челленджер түсіретінмін. Соның короче сол видеоларымды көргім келіп жатыр өзім. Я, сондықтан да сендерге егер осындай форматтағы видео ұнайтын болса, жас кезімізді еске түсіретін формат ұнайтын болса, обязательно лайктарыңды басыңдар, каналға тіркеліңдер, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Ал біз видеоны бастаймыз достар. Давайте да. Какие я болды. Рахмет. Біз Нұрченовға бүгін қонаққа келдік. Ол маған бір челлендж организовать етеді. Какие я болды. Мына жерде өте жай сөйлеймін өйткені бірінші рет үйреніп жатырмын ғой ютубта ше видео түсіруді. Сондықтан да тез сөйлешсе Динара ұрсып жатыр мына жақта. Бізде қазір челлендж болады. Типа прикол ұстап жатыр мына бала. Дико қаға кетіп қалған сол кезде. Дико короче есікті ашты да кетіп қала салып бір жерге. Мынау подъезд-ау деймін, кажется. Біз Нуриктің адресін палит еттік. Осы видеода, кстати, Нуриктің адресі бар екен. Ескі офис ғой, қазір бұл офис жоқ уже. Сәлеметсіздер ме? Брат, вообще реально. Маулен мен Нурик. Байқап отырсыңдар ма? Постанова ғой, постанова. Прям білініп тұр ғой. Өлең әдемі ше. Еба, білгенін істеді омына екеуі. Байқасаңдар ше, сочный көтенді қараңдар. Не деген ракурс нау, қараңдар. Не деген көтен нау. Точно, Маулен жеңілет, Нурик ұтады. Бұл, кстати, мен неге келдім, брат? Сен челлендж жасаймыз деп айттың ғой. Көріңдер ма? Постанова! Енді қандай челлендж, брат? Комментарийға жазып кетіңдер, Асқат постанова деп. Видеодан көресіздер. Бұл неге қандай челлендж екенін сосын айтам деп неге айтып жатыр? Оны айтпаймын, енді сосын көресіңдер. Өйткені ол білмейді әлі не түсіретінімізді, сол үшін. Қазір осы жерде пауза қоямын да. Түсіндіріп бергенмін уже Нурикке не айту керек екенін. Біздің офисқа қол біздің офиста өте көп технологиялар бар. Бұл жерде технология индустрияның түр-түрін көресіңдер. Короче, VR бар мына жақта. Бірақ VR көрсетпейді екен. Ерекше логитехтердің бірі. Дәл сондай веб-камерамен қазір түсіріп жатыр достар, иә. Кім білді? Ровно бір жыл бұрын мен білгенде жоқ едім осындай камера сатып алатынымды. Уже бір жыл өтіп кетті. Шай ватыр уже, шай ватыр. Қазір Нурик реклама түсіріп жатыр. Бұққа обзор жасап жатыр. Оның любимый осы компьютерінде. Бұның бәрі вообще не бар. Қазір мына достар реально мына кнопканы алғым келіп жатыр. Мынау цель, ой цель. Арман болып кетті. Уже екінші жыл ютубқа видео түсіріп жатырмын. Амандастық қой біз. Бір кнопканы алғым келіп жатыр. Достар, реально каналға тіркеліңдер обязательно. Мнениеңізді айтыңыз мына кнопкадан. Кнопка келген кезде бұл қандай эмоцияда болатынды мен сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Өте керемет эмоция. В общем, ерекше. Менде де сондай эмоция болып жатыр. Миллионға жеттім ба не деп таңғалып қаласың да не жерде. На самом деле өзіңді типа признавать етпей тұрасың, как будто қалай жеттім мен деген сияқты ше. Кеше ғана 100 000. Бірақ ше қазір көбісі түсінбей жатқан шығар Нурик не айтып жатқанын ше, бірақ мен түсінемін ше оның айтып жатқан затын. Себебі егер маған да сондай кнопка келсе мен басында сенбейтін едім. Құдай қаласа жетеміз, ё-моё, қырғалдақ мың қалды. Қырғалдақ почти жарты. Кнопка деген осындай болады. Жарты жолын жүрттік қой уже. Маған хотя бы осыны берсе, мен доволен боламын. Не делай. Еба. Маулен, все, реклама бітті. Енді челленджді істейін деп жатырмыз. Қандай челлендж екен әлі білмеймін. Міне. Челлендж. Уже бұлар білетін не істеу керек екен. Жоқ енді. Қазір қараңдар. Қандай челлендж енді айтып жіберсей Нурик. Бұл челлендждің аты, короче, машина.
айтқызшы. Короче, в общем, бұл челлендждің аты машинаны от алдыра алсаң, сол машинаны саған беремін деген. неге машинаны от алдыра алсаң, саған сол машинаны сыйлаймын деп Нурик айтты. Өйткені бұл достар постанова, біріншіден, екіншіден бұл негізі пародия қылып шығарылған видео еді. Уақытысында Арман, короче, бір подписчигіне, егер менің там бір пятнашкамды от алдыра алсаң, соны алып кете аласың деген видео түсірген. Соған мен пародия қылып осы видеоны түсіргем уақытысында. Сосын бізге қазір подписчиктер келеді қазір мен. Нуриктің подписчигі мен кемес. Бұл сен машинаң бұл? Қарызыңдаршы. Назарбаев сияқты. Видео ба? Қарайдар. Бұл сен машинаң бұл? О, подписчиктер келді Нурик. Менің жаңадан алған машинам өзіме ойынша ойнамайынша біреуге бересің. Әлемделмедімше. Бересім. Бұл, если что, білмейтін болсаңдар, бұл менің, короче, бірінші машинам. Вы себе қандай машина? Какой-то Subaru. Офигеть, мынау Бесфронтовый деймі? Subaru ма, брат? Өттім мынау. Қара, былай. Егер от алдырасаң, саған беріп жіберем. Егер от алдырамасаң, бермеймін, Мауленге бере саламын. Түсіндің ба? Маулен, тымды да түсіп атқан жоқ. Неге түсіріп атсыңдар деп отыр. Тұрыңарсыңдар. Басының ауырғаны бар ма мына видеоны түсіріп дейді. Актер без Оскара. Түр бермейді. От алдырамайды деп ойлайсың ба, қалай ойлайсың? В общем, міне, мынау ключ саған, осымен не істейсің, өзің көр енді. Брат, бұны замок зажигания қалай тығады бұны? Білмеймін, енді өзің ойланасың, мен ешнәрсе айтпаймын, өзің ойластырып көресің ғой. Актермыз бұл, актермыз. Бірақ мынақта біздің видеомыз. Қайсыздар ма, кіммен? Красавчик, жалғыз айтып жөндірші. Подписчиктеріне сәлем. Молодцы. Бірақ Нұрчен оның каналында емес та. Қазір жалғастырамыз, күте тұрыңдар. Реально Нуриктің каналында емес қой. Вот бізде осындай Субарик. Ал, что там, брат? Қазір ашамыз міне. Аша аласың ба, көрейік ал. Қалай ашады? Білмеймін. Қалай ашады деймі, Қиын болады деп ойлаймын, мен. Бір прикол айтып кетейін осы видео туралы. Осы машинамен мен Нуриктің үйіне келдім ғой. Түсінесіңдер ма? Қалай ашады екен деген настолько тупой сұрақта ше. Бұндай машина айдап көрмегенсің ғой. Бірақ Hyundai дейсің ғой. Hyundai деймін ғой, брат. Hyundai Шымкентте родной, что ты врешь? Конечно, брат. Мен российский ма деп отыр ғой. Бля, пиздец. Мына видеоны жек көргім келмейді ше. Сен машина вообще от алдырмайсың. Да, Макс. Өзімнің видеоларыма реакция түсіріп жатырмын. Кеп көрсей? Кеп көре салшы? Иә. Кесі. Макс, соңғы жерін көре жүрші мынаны. Просто обзор айтасың. 1 минут көре жүрші, отыршы. Кеш. Достар, танысып қойыңдар, бұл мақсат, менің інім. Бәріңе сәлем десей. Бәріңе сәлем. Сәл дауысын шығарасың ба, брат? Давай, қоссай. Базар жоқ. Не отыр? Қалай от алдырады, білесің ба? Жоқ қой, зажигание қарашы мен камера жоқ қой мен. Әрине жоқ. Постанова. Білесің ба не? Мынау папам машинасы ғой. От алмайды. От алмайды кән кнопка. Мына сағатты мен жоғалтқам ғой. Сен, кстати, полочқа жындалмыз, Асик мияқта вообще машина от алдырамай жатыр, фара бәрі жанып жатыр. Отыр мына жақта қасына бар. Папам машинасы ғой мынау? Что там, брат, қашан от Папаның Subaru ғой мынау? От алдырам, брат, тоқташы. Машина үлкен от алдыратын шығар. Мен мынау воротан келді ғой. Ұқсайды ғой бұл. просто бәрі мақтанауын ашып беріп жатыр. На машина, Маулен, тос машинаң почти. На машина Кнопканы басып жатыр, ештеңке болмай жатыр ғой. Тормоз мен ғой. саған бір совет айтайын. Иә, тормозды от алдырады. Кетпесе кімге көмектеседі деген әңгіме ғой. Сен Прикол, бұл машина маған сыйлап жатыр да ше. Бірақ бұл машинамен мен таразға барғам ғой. В этом логика, мен қойыңшы, басуың керек, бір нәрсе басуың керек, чтобы басу керек екен. екеуің бірге басуың керек, Тормоз. сол кезде бір ақ оталады ол. Ты чё? Бір бермеймін, актермын, не? Оскар керек қой маған, не ба. Терезе ашылып кетті даже, есік ашылып. Жоқ, мен мынаны басып Мына сен жатырмын. оны бассаң от алмайды, брат. Бұл да екі кнопка дедің ғой сен, екі кнопка. Осындай постанова үшін лайк басып. Иә, достар. Мейрам киностудиясы бұндай істей алмайды.
Міне, брат. В общем, сондай. Газ 2 істеп отыр, газ 2 свод алдыр дейді. Газ. Нормально, Нурик тупой деп алыр ғой. 180 мен. Жоқ, газ емес екен. Так, так. бар та. Болды, брат, бұдағы газ ғана. Болды. Тормоз. Оталмайатыр, брат, мәулен, сенікі бұл машина, короче. Сен түсіріп жатсың бірақ мен ұялып жатырмын. Мен де ұялып бірақ бұл ше, бұл короче постанова неге түсірілген айтайын ба? Короче, ана Арманның бір видеосы бар еді ғой. 15-кіні от алдырсаң мен саған берем деген. Соған пародия қылып түсіргенбіз ғой. Поэтому бұл постанова, біз видеоның соңында айтамыз постанова деп. Айтасың ба? Міне. Түсіндіре сал енді өзі. Міне. Қазір айтам бір жерде. Бұл менде қалады. Еба, реклама. Өшін, мәулен, саған қамайтын болды, йо. Айттың ба, не постанова екенін? Әлі айтпадың ба? Машина қамайтын болдым деп. Сходу ғой, обзор, короче. Сноу дирти. Айтпады, ә? Газ міне мынаны бұрай. Қойшы, әлі айтпадың ба? О, неяқта. Анимация. Постанова деп айтамын ғой мен бұл видеоны. Газ вообще. Әлі обзор түсіріп жатырмын, мына бар. Еба, шаршамайды екен. Міне айттым ғой. Багажник өзі Қазір айтам, я постанова. Багажник өзі ашып. Еба. В общем и целом біз қазір тамақ жеуге барамыз. То есть видеоны постанова деп айтпадым ба мен? Міне қазір айтатын жарым. Қазір айтады, точно мен саған айтайын. Точно айтады. Еба, егер мен постанова деп айтпасам онда прикол өтпей қалады ғой. Макгрегордың походкасымен жүр, мыналар пешеходта видео түсірмеңіздер өйткені Мен постанова деп айтқам, просто мына видеода не өткізіп жібердім ғой, әйтпесе постанова деп айтқам. Айтқам бірақ негізі айтпағам. Негізі мен айтқам постанова. Бірақ айтпағам. Айтқам мен постанова екен. Еба, онда приколды ешкім түсінбеді ғой. Короче, достар, мен осымен видеоны аяқтасам болады. Динара не деп жатыр? Не деп жатыр, тоқташы? Аяғын өзім түсірем деп шештім. Олар тамақ ішіп болды, міне өзі отыр асхат. Блок монтажын аяғын бітіріп жатқан едім ғой. Мәуленский, Мә, Дико, әдемі екен мына жерде ше. Ема, жас еді ғой. Мәулен де түрі әдемі ше. Жоқ, аяқта отыр, аяқта. Еба, шайды ғой мыналар. Короче, достар, осымен біз видеоны аяқтаймыз. Егер сендерге осындай формат ұнайтын болса, лайктарыңды басып, аямай басып кетіңдер. Мен тағы өзімнің ескі челлендждеріме реакция түсіретін боламын. Себебі әлі дапак жаңа видео шығарған жоқ. Осымен видеоны аяқтаймыз. Келесі видеода кездескенше. Давайте, достар.